Әбілқайыр хан некеленбей тұрып жыныстық қатынас жасағандығы үшін өз қызын өлтіруге бұйрық беруі. Оқиға былай болған еді. Әбілқайырдың Маңғыт руынан алған бәйбішесінен туған 17 жасар әппақ жұмыртқадай жастық желікті ерте бастаған жеңіл мінезді ерке қызы Ғайып-Жамал-Сұлтан-бегімнің сұлу жүзді арыс тұлғалы Жәнібекке көңілі кеткен. Хан қызына қолы жете алмай өліп жүрген өзге батыр сұлтандарға көзі түспей, 4 әйелі бар Жәнібекке неге сонша құмар болғанын кім білсін. Әйтеуір қыздың өзі ортаға жеңгелерін салып, ұзатылғанша сұлтанмен көңіл қосуға тілек білдірген. Бұл кезде Әбілқайырмен арасы іштей әбден суып болған Жәнібек, әкесінің кеудесіне міне алмасам да, қызын тоят етсем, одақ ханнан бір өшімді қайтарғаным емес пе? Деп алдымен хан қызымен жақындасады да, артынан қыздың оңашадағы сан түрлі наздық қылықтары ұнап, оған үйленбекші болады. Ханға қызын берсін деп шөбере ағасы Керейді салады. Жайшылықта қастарымен татуласу үшін қыз алып қыз беруге оңай баратын Шыңғыс тұқымы бұл жолы қасара қалады. Жәнібекпен түбі бірге от жағып, түтін түтете алмайтынын сезген хан қызын беруден үзілді-кесілді бас тартты. Бірақ жауабын тікелей айтуға Тоқай Темір ұрпағын бір жолта шамдандырып алармын деп ойлайды да, жақсы, ойланып көрелік, шешімін күз қыстауға қайтқанда естірсіңдер, дейді Керейге. Ханның бергісі келмей отырғанын түсінген Керей намысқа шауып, Ғайып-Жамал-Сұлтан-бегімнің бетінің ашылып қалғанын алыстан тұспалдап сездіреді. Енді қызыңның абыройы үшін Жәнібекке бергенің дұрыс деген сыңай білдіреді. Қызының мұндай күйге ұшырағанына намыстанып қалған хан сырттай сыр бермей, жақсы, жауабын күз қыстауға барған соң аларсыңдар, дейді жаңағы сөзін қайталап, сазарған қалпында. Керей кеткеннен кейін дәйекші инелікті жіберіп, шымшып алар еті жоқ, қан сөлсіз сұп-сұр боп қатып қалған құрыбай жаналғышты шақырды болады. Менің қызым Ғайып-Жамал-Сұлтан-бегім бабалар заңы бойынша қан төгілмей өлуге тиісті, деді оған. Қан төкпей өлтіру ақ кигізге орап, екі жағынан бұрап тұншықтырып, не аяғы мен басын артына қайырып, бел омыртқасын сындырып өлтіру. Ертеңіне Ғайып-Жамал-Сұлтан-бегімді бабасы жошы ажал тапқан көне моңғол әдісімен емес, басқа тәсілмен жүрегіне қанжар салып өлтіріп кетеді. Оқиға осымен бітпейді. Толыққанды түрде Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер трилогиясының 1-ші томынан оқып білсеңіздер болады. Жалпы бұл оқиғадан қандай ғибрат алуға болады? Егер жұрт алдында намысыңыз тапталып, өсекке қалып, дәрежеңіздің аяқ асты болмауын қаласаңыз, қызыңызға кішкентайынан ислами тәлім-тәрбие беріңіз. Тазалықты, пәктікті көп насихаттаңыз. Дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.